Мына Лабубуды білетін шығарсыз. Ойыншықтың бейнесі жын шайтанмен байланысты екен. Сондықтан иесіне бақытсыздық әкелуі мүмкін. Бұл рас па? Лабубу бейнесін суретші Ка Синг Лунг 2015 жылы ойлап тапқан. Оның Құбыжықтар атты иллюстрация кітабындағы эльфтер мен рухтарға негізделген кейіпкерлердің бірі Лабубу. Ойыншық алғашында сөмкеге арналған салпыншақ әшекей түрінде шықты. Кейіннен Риана, Ким Кардашьян сынды жұлдыздар оны образдарына қосып, әлемдік трендке айналды. Кейін Лабубу Симпсондар мультсериалында көрсетілген ассириялық жын Пазузумен байланысты деген пікір тарады. Симпсондар мультсериалында Пазузу көрсетілген эпизод бары рас, алайда бұл кадр 2017 жылы жарияланған, ал Лабубу бұған дейін 2015-те пайда болған. Лабубу жүні үлпілдек, құлағы қоян тәрізді томпақ кескінде болса, Пазузу денесінде түгі жоқ, бұлшық еті шығыңқы, мүйізі мен қос қанаты бар қаһарлы кейіпте. Демек, Лабубу мен ассириялық жын Пазузу арасында нақты тарихи және визуалды байланыс жоқ.